Егер сіз аскорбин қышқылының 6000 данасын бірден жесеңіз, ол өлімге әкелетін доза болады. Қысқа уақыт аралығында 6,5 литр су ішсеңіз, 5 сағаттан кейін судың интоксикациясынан қайтыс боласыз. Кофенің күштілігіне қарай бірден ішілген 50-ден 200-ге дейінгі шынаяқ кофе өлімге әкелетін доза болып саналады. Таза кофеиннің бір шай қасығы өлімге әкелетін доза болып саналады. 80 килограммдық адамға бірден желінген 2 килограмм қант өлімге әкелетін доза. Бірден желінген 4 ас қасық немесе 60 грамм тұз кез келген адамды өлімге әкелетін доза болып табылады. Қызық факт, алманың сүйекшелерінің де өлімге әкелетін дозасы болады екен. Бірден 30 алманы жақсылап шайнап жесең өлімге әкеледі. Себебі алманың сүйекшелері амигдалинге бай болады, және ол организмге кірген кезде цианидке айналады. Ол шиенің сүйекшелеріне де қатысты. Оның 200 данасы өлімге әкелетін доза болып табылады. Апельсиннің 11 000